Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бауырдан котлет жасайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Керек заттарымызды дайындап аламыз. Un, сүт, бауыр, сарымсақ, 2 картоп, сәбіз қоссаңыздар болады 1 штук. Перецті өз қалауларыңызша. Мен өзім ұнатқаннан кейін қостым. Қоспасаңыздар да болады. Барлық заттарымызды блендердан немесе ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар болады. Заттардан қанша керек болатынын описание бөліміне жаздым. Мен осылай блендердан өткізіп алдым барлығын. Енді жұмыртқамызды, сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қалауыңызша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен қара бұрыш және тұз қостым. Жаңа жылдық дастарханға жасасаңыздар өте әдемі болады. Ұнымызды біртіндеп салып, араластырып аламыз. Біртік қалдырмай. Осындай өте қою емес, өте сұйық емес масса шығады. Ең соңында 2 ас қасықтай сұйық май қойсаңыз болады. Қызып тұрған майымызға ас қасықпен 1 қасық. Осылай салып, 2 жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Аз адамға жасасаңыз, осының жарты порциясын жасасаңыз болады. Қонақ күтсеңіз, онда толық порция жасасаңыз дұрысырақ. Екі жағы қызарғанша осылай пісіріп алдым. Осылай сәндеп қонақтарыңызға ұсынсаңыз болады.